Ауызашардың 5-ші күніге тағы да ерекше рецепт ұсынамын. Түрі жыланға ұқсайтын жылан балықты қуыратын боламыз. Осылай қорқынышты болғанымен өте дәмді, витаминге бай екен және ешқандай да қылқаны жоқ. Балаларға өте пайдалы. Су құямыз осылай және тұзын салып 20 минутқа қалдырамыз. Картоптардың сыртын жақсылап тұрып, ағынды суға жуып, үлкен бөліктерге бөліп, бір үлкен ыдысқа саламыз. Үстіне тұз, қара бұрыш, осылай паприкадан салып, өзіңізге ұнаған дәмдеуішті сала берсеңіз болады. Сұйық майысын құйып, осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Қақпағын жауып, ыдыстың ішінде өте керемет араласады. Иісі енді өте керемет. Одан кейін балықтарды судан шығарып, ұнға аунатып, екі жағын қызартып пісіреміз. Мына балықты мен бірінші рет жеп көрдім. Сіз жеп көрсеңіз, комментарийға жаза кетіңіз. Ары қарай пешімізді қыздырып, картошкаларымызды пісіреміз. Осылай орналастырып аламыз да, үстіне қалған сұйықтығын құйып, 180 градуста 30 минутта пісіреміз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Сіздерге ас болсын.